Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойық. Мұхамеджан Тынышпайұлы 1879 жылы 12 мамырда бұрынғы Жетісу облысы Лепсі уезі Мақаншы Садыр болысындағы Жыланды тауының баурайында Әлдекеұлы Тынышпайдың отбасында дүниеге келген. 1890 жылы 14 тамызда Верный қаласындағы ерлер гимназиясына оқуға қабылданған. 1900 жылы гимназияны үздік аяқтап, император 1 Александр атындағы жол қатынасы инженерлері корпусы институтының студенті атанады. 1900-1906 жылдары студент болып жүрген кезінде түрлі тарихи жағдайлардың куәгері болады. Бұл жылдарда монархиялық билікке қарсы саяси, әлеуметтік-экономикалық талаптағы наразылықтардың, халық толқуларының жандануымен ерекшеленеді. Осы көріністердің барлығы жас студентке өз дәрежесінде әсер етіп, біртіндеп қоғамдық саяси қозғалысының қалыптаса басталуына жол ашады. Студент шағында баспасөз беттерінде отарлық билікке аяусыз сынайтын мақалалар жазып, ел ішінде үкіметке қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізумен айналысады. Сонымен бірге, патша билігіне оппозициядағы орыстың түрлі партияларына, түрікшіл және мұсылмандық қозғалыстарға да қатысады. Оның осы кезде жазылған атақты «Қырғыздар және азаттық қозғалыс» деген баяндама мақаласы империя жандармериясының соңына тыңшы қоюын алып келеді. 1907 жылы Жетісу облысының мұсылман халқы атынан екінші мемлекеттік думаға сайлануы, оның сол кезеңде халық алдындағы беделі мен сенімге ие болғанын көрсетеді. Мұхамеджан Тынышпайұлы елге адал қызмет етудегі келесі қызметі 1916-17 жылдардың еншісіне жатады. 1916 жылғы 25 маусым жарлығына қарсы шыққан халық көтерілісінің салдарын күні бұрын-ақ болжап, көтерілісті болдырмауға тырысты. Мұхамеджан Тынышпайұлы күші басым империялық билікке қарсы шығудың қарусыз халыққа тек қайғы-қасірет әкелетінін алдын ала түсініп, елді сабырға шақырған. Қазақ газеті төңірегіндегі зиялылармен бір пікірде болды. Кейін осы көтерілістің зардабын жою ісімен айналысты. Ақпан төңкерісіне дейін Мұхамеджан өзінің теміржол инженер мамандығы бойынша Орта Азияда, Жетісу облыстарында біраз жыл қызмет етеді. 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен өзге қазақ зиялылары сияқты ол да үлкен үміт күткен еді. Сондықтан да ол бұл кезде бел шеше қызмет етіп, қоғамдық саяси қайраткер ретінде тез танылады. Ол 1917 жылдың ақпанында дүниеге келген уақытша үкіметтің Түркістан комитеті құрамына мүше болып, халықтың трагедиясын шешуге барынша атсалысты. Мұхамеджан Тынышпайұлы қоғамдық саяси қызметінің келесі бір өте маңызды кезеңі Алашорда үкіметі тарихынан табылады. 1917 жылдың соңына таман Ресейдегі биліктің дағдарысы мен анархияға ұшырауы алаш зиялыларының ұлттық автономия мәселесін көтеруіне ықпал етеді. Бірақ басталып кеткен азамат соғысы бұл шешімнің орындалуына қолайлы жағдай туғыза қойған жоқ. Соған қарамастан, Алашорда үкіметі бұрынғы империя метрополиясы мен отар аймақтарында пайда болған түрлі саяси билік құрылымдарымен келіссөз жүргізіп, қазақ мүддесін қорғауға ұмтылды. Мұхамеджан Тынышпайұлы белсенді мүшесі болған ұлт автономиясының көсемдері ең алдымен халықтың амандығын, бүтіндігін сақтауға тырысты. 1917 жылы қазан айында Томск қаласында өткен жалпы Сібір съезіне өзге алаш қайраткерлерімен бірге қатысып, Сібір кеңесінің құрамына енгізіледі. Сол жылы желтоқсанда өткен жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметінің мүшелігіне сайланып, кейін Алашорда үкіметінің төрағасының орынбасары ретінде көптеген заң актілеріне қол қояды. 1911-1918 жылдары теміржолдың Осратов-Әндіжан бөлімшесінде бастық, бас инженер қызметтерін атқарады. Одан кейін Жетісу теміржол бөлімшесінің Арыс әулиета құрылысын басқарды. 1917 жылғы желтоқсан айында жарияланған Алаш автономиясы үкіметінің 15 мүшесінің бірі болады. Алаш автономиясы аумағындағы уақытша жер пайдалану туралы ереженің жобасын қабылдауға қатысады. 1918 жылы
бүкіл түркістандық 4-ші мұсылмандар съезіне қатысып, онда жарияланған Түркістан автономиясының премьер-министрі болып сайланады. 1919 жылы бүкіл одақтық атқару комитеті бұрынғы алаш ордалықтарға кешірім жариялағаннан кейін, ол Түркістан өлкесінің Семей халық ағарту комиссариатында жауапты қызметтер атқарады. 1924 жылдан бастап қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінде оқытушы болды. Мұхамеджан Тынышбайұлы кәсіби қызметінде Жетісу жол құрылысы, Қызылорда, Алматы қалалары сәулет ғимарат нысандарын жобалау мен салу, Түркістан-Сібір темір жолын тұрғызу тәрізді ірі техникалық туындыларын қалдырып үлгерді. Әсіресе тұңғыш қазақ инженерінің атақты Түркістан-Сібір темір жолын салудағы еңбегі зор. Кеңес үкіметі алаш зиялыларының іс-әрекеттерін жіті назарда ұстап, 1937-38 жылдары жаппай жазалауға ұшыратты. Мұхамеджан Тынышбайұлы 1930 жылдың 3 тамызында кеңес билігі тарапынан саяси қуғындауға ұшырайды. Ол 5 жылға сотталып, Воронежге 5 жылға жер аударылады. 1933-37 жылдарда ол айдауда жүргенде Москва-Донбасс темір жол құрылысында жұмыс істейді. Мұхамеджан Тынышбайұлы ауырып, елге оралғанымен 1937 жылы қараша айында қайта тұтқындалады. Сол жылы Ташкент түрмесінде халық жауы деген айыппен ату жазасына кесіледі. Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық.